Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге творожный манникті, яғни сүзбелі манникті дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге қажетті заттар: творог, манка, 3 дана жұмыртқа, қаймақ және қант. Ең алдымен 3 дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Қантымызды саламыз. Қаймағымызды саламыз. Ірімшікті. Манкамызды салып, үстіне 1 шай қасық қопсытқыш, яғни разрыхлитель, және шым-шым тұз салып жақсылап араластырамыз. Енді осы массамызды 30 минутқа бөлме температурасында қоймыз қажет. Бұл 30 минутта манкамыз ісінуі керек. Енді осы массамыз дайын. Осы массамызды противеньге құйып 45 минутқа 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей маннигіміз дайын. Дәмі өте ерекше, жұмсақ болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар.